бір эпизод. Әлемдегі ең алыс аралдар елестетіп көріңіз. Ертең таңертең ояндыңыз, ал сіз білетін әлем жоқ болып кеткен. Байланыс жоқ. Көмек жоқ. Тек шексіз мұхит қана бар. Сізді планетадағы ең қауіпті теңіздердің бірі мыңдаған шақырым бойы қоршап тұр. Ал ол жерден тез немесе оңай кетудің ешқандай жолы жоқ. Бұл жер бетіндегі ең оқшау әрі ең ерекше аралдардағы шынайы өмір. Мұнда ақша ештеңе шешпейді. Мұнда адамдардың көбінің тегі бірдей. Ал кейбір аралдарда еркіндік соншалықты ерекше болғандықтан қызғаныш деген түсінік мүлде жоқ. Бүгін жер шежіресі арнасында сіз мынадай аралдарға саяхат жасайсыз. Барлығы бір адамның ұрпағы болып табылатын аралға, өлуге тыйым салынған жерге, тірі қалу үшін адамдар жасырынуға мәжбүр болған аралдарға, ал ең соңында соншалық қауіпті арал бар, оған жақындауға заңмен тыйым салынған. Бастайық. Питкэрн аралдары, Ұлыбритания, 2 эпизод. Питкэрн аралы әлемнен жоғалып кетуге тырысқан арал. 1789 жылы Тынық мұхитының ортасында британ теңізшілерінің бір тобы әлемдегі ең қуатты империялардың біріне қарсы шығуға шешім қабылдады. Олар Эмс Банды кемесінде өз капитандары Уильям Блайға қарсы бүлік көтерді. Бұл жай ғана тәртіп бұзу емес еді. Бұл Британ империясына ашық қарсы шығу болатын. Мұндай әрекет оларды картадан мүлде жоғалып кетуге мәжбүр ететін тағдыр еді. Кемені басып алғаннан кейін бүлікшілер олардың міндетті түрде қуғындалатынын білді. Британ империясы сатқындықты ешқашан кешірмейтін. Сондықтан олар бір ғана нәрсені түсінді. Олар толықтай жоғалып кетуі керек. Карталарда анық белгіленбеген, ешбір кеме кездейсоқ таба алмайтын, әлемнен мүлде оқшау жер табу қажет болды. Ақыры олар сондай жерді тапты. Оның аты Питкэрн. Бұл Тынық мұхитының оңтүстігінде орналасқан кішкентай жанартаулық арал. Ең жақын қоныстанған жерден 2000 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан. Оны қоршаған жағалаулар тік жартастардан, қауіпті рифтерден және тығыз өсімдіктерден тұрады. Бұл жерге жету қиын, ал кету одан да қиын. Әлемнен жасырынып кету үшін мінсіз орын. Немесе ешқашан қашып шыға алмайтын табиғи тұзақ. Аралға жеткеннен кейін олар тағдырларын түбегейлі өзгертетін шешім қабылдады. Олар өз кемелерін өртеп жіберді. Банды кемесі отқа оранып түнді жарық қылды. Бұл олардың әлемге қайта оралатын жалғыз жолы еді, және ол жол енді жоқ болды. Олар ешқандай із қалдырғысы келмеді. Сол арал енді олардың ерікті түрмесіне айналды. Бірақ олар аралға жалғыз келген жоқ. Олармен бірге Тайтиден келген полинезиялық ер адамдар мен әйелдер де болды. Дәл сол әйелдер қауымдастықтың тірі қалуына көмектесті. Олардың көмегімен алғашқы отбасылар құрылды. Сол жерде әлемнен толық оқшау жаңа қоғам пайда болды. Бірақ ең үлкен қауіп Британ империясы емес еді. Ең үлкен қауіп бақылаусыз қалған адамдардың өздері болды. Алғашқы жылдар бейбіт өткен жоқ. Қақтығыстар, жанжалдар, зорлық-зомбылықтар болды. Кейбір адамдар шайқастарда қаза тапты. Кейбіреулер билік пен әйелдер үшін таласта өмірден айырылды. Бастапқы топтан бірнеше ғана еуропалық ер адамдар тірі қалды. Олар полинезиялық әйелдермен және олардың балаларымен бірге жаңа қоғам құрды. Бір кездері ең үлкен қауіп мұхит емес еді. Ең үлкен қауіп өздері еді. Сол хаостың арасынан жаңа ұрпақ өсіп шықты. Бүгінде 200 жылдан астам уақыт өткен соң Питкэрн аралында шамамен 50 адам тұрады. Олардың көпшілігі сол бүлікшілер мен Тайти әйелдерінің тікелей ұрпақтары. Сондықтан бұл жерде бірдей фамилиялар жиі қайталанады. Отбасылық тарихтар бір-бірімен тығыз байланысып кеткен. Осындай шағын қауымдастықта барлығы бір-бірімен белгілі бір дәрежеде туыс. Бірақ бұл байланыс келесі аралдағыдай күшті емес, онда барлық тұрғындар бір ғана адамның ұрпағы. Көп жылдар бойы бұл арал тұрғындары балық аулау, шағын егіншілік және сирек келетін кемелермен сауда жасау арқылы өмір сүрді. Бұл жерге ұшақпен жету мүмкін емес. Аэропорт жоқ. Жету үшін бірнеше күн бойы ашық мұхитта жүзу керек. Байланыс шектеулі. Ресурстар аз. Ең жақын аурухана мыңдаған шақырым жерде орналасқан.
Питкэрн бүгінгі күні әлемдегі ең оқшау Британ аумақтарының бірі. Бұл жер бір кезде қылмыстан басталған, ал уақыт өте келе ұзаққа созылған адамзат экспериментіне айналды. Егер сіз тірі қалу үшін әлемнен толықтай жоғалып кетуге мәжбүр болсаңыз, отбасыңызды, өткен өміріңізді бәрін тастап кетер ме едіңіз? Көп адам мұндай шешім қабылдай алмас еді. Тарих көрсеткендей, бүлікшілер бәрібір табылды. Олар жарты әлемді кесіп өтіп жасырынуға тырысқан еді, бірақ әлем бәрібір оларды тапты. Мүмкін олардың жалғыз қателігі жеткілікті алысқа кетпегені шығар. Өйткені бұдан да алыс бір арал бар. Әлемдегі ең оқшау аралдардың бірі. Тристан да Кунья. Трабрианд аралдары бәріне рұқсат етілген арал Тынық мұхитының оңтүстік шығысында, Папуа Жаңа Гвинея жағалауларына жақын орналасқан. Трабрианд аралдары сырт көзге қарағанда жай ғана тропикалық жұмақ сияқты көрінеді. Аққұмды жағажайлар, көгілдір теңіз, тығыз, жасыл ормандар. Бірақ бұл аралдарды ерекше ететін нәрсе табиғаты ғана емес. Мұнда ғасырлар бойы қалыптасқан ерекше мәдениет бар. Бұл архипелаг әлемнің көп бөлігінен ұзақ уақыт бойы оқшау болып келді. Сол себепті мұнда қалыптасқан қоғам өз заңдары мен өз түсініктеріне сүйеніп дамыды. Әсіресе адамдар арасындағы қарым-қатынас пен махаббат туралы түсінік бұл жерде мүлде басқаша. Көптеген елдерде махаббат пен жеке өмір тақырыптары құпия, кейде тіпті тыйым салынған тақырып болса, Трабрианд аралдарында бұл қоғамның табиғи бөлігі. Бұл аралдарда жас өспірімдер ер жеткен кезде арнайы жастар үйлеріне көшеді. Бұл үйлерде олар бірге тұрып, бір-бірімен араласып, өздеріне жұп таңдауға мүмкіндік алады. Мұндай дәстүр жүздеген жылдар бойы сақталып келеді. Жастар бір-бірімен еркін кездеседі, сөйлеседі, уақыт өткізеді. Қоғам бұл әрекеттерді айыптамайды. Керісінше, бұл олардың өсу процесінің қалыпты кезеңі деп есептеледі. Бұл жерде қызғаныш қоғамның басты қағидасы емес. Көптеген қатынастар өзара келісім мен сенімге негізделген. Әрине, бұл толық тәртіпсіздік деген сөз емес. Қоғамның өз ішінде нақты ережелері бар. Мысалы, екі адам бір-бірімен ұзақ уақыт бірге болуды шешсе, олар бір-бірінің үйіне барып, бірге тамақтанып, бірге уақыт өткізе бастайды. Бұл олардың қарым-қатынасының маңызды белгісі. Егер жігіт қыздың үйіне таңертеңге дейін қалса, бүкіл ауыл олардың жұп екенін түсінеді. Бұл жарияланған неке болмаса да қоғам оны мойындайды. Трабрианд қоғамында отбасы құрылымы да ерекше. Мұнда кейбір жағдайда балалар әкесінің емес, анасының әулетіне жатады. Яғни туыстық жүйесі матрилиниялық сипатта болады. Бұл көптеген басқа мәдениеттерден үлкен айырмашылық. Балалар анасының руына тиесілі болып саналады, ал нағашылары олардың өмірінде маңызды рөл атқарады. Бұл жүйе ғасырлар бойы арал қоғамының тұрақтылығын сақтап келді. Трабрианд аралдары тек мәдениетімен ғана емес, ерекше экономикалық жүйесімен де танымал. Мұнда әлемдегі ең қызықты айырбас дәстүрлерінің бірі Кула сақинасы деп аталатын жүйе бар. Бұл жүйеде арал тұрғындары бір-бірімен бағалы әшекейлерді, қабыршақтан жасалған алқалар мен білезіктерді алмастырады. Бірақ бұл айырбас ақша табу үшін емес. Бұл сенім мен беделдің белгісі. Бір аралдан екінші аралға саяхат жасаған адамдар бұл әшекейлерді уақытша алып, кейін басқа аралға береді. Осылайша бұл заттар ондаған, кейде жүздеген жыл бойы бір аралдан екінші аралға айналып жүреді. Бұл дәстүр тек экономикалық емес, әлеуметтік байланыстарды нығайтатын құрал. Трабрианд қоғамында мерекелер мен рәсімдер де ерекше. Әр түрлі фестивальдерде адамдар дәстүрлі билер билейді, ән айтады, әдемі қауырсындар мен қабыршақтардан жасалған әшекейлер тағады. Бұл мерекелер тек көңіл көтеру үшін емес. Олар қоғамның бірлігін көрсетеді. Бірақ мұндай оқшау мәдениетке сыртқы әлем біртіндеп әсер ете бастады. Соңғы ондаған жылдарда мектептер, медицина, туристер және интернет бұл аралдарға да жетті. Жаңа буын әлемнің басқа бөліктері туралы көбірек біле бастады. Соған қарамастан көптеген дәстүрлер әлі күнге дейін сақталып келеді. Трабрианд аралдары бізге бір маңызды нәрсені еске салады. Қоғамның қалай өмір сүруі керек екені туралы бір ғана дұрыс модель жоқ. Әлемнің әр түкпірінде адамдар өз жағдайына, табиғатына және тарихына байланысты ерекше өмір салтын қалыптастырған. Ал кейде бізге таңғаларлық болып көрінетін дәстүрлер сол қоғам үшін ең табиғи нәрсе болуы мүмкін. Бірақ бұл әңгіме мұнымен аяқталмайды.
Себебі әлемде одан да оқшау, одан да құпия аралдар бар. Бір арал бар, оған жақындауға заңмен тыйым салынған. Онда тұратын адамдар сыртқы әлеммен байланыс орнатудан үзілді-кесілді бас тартады. Тіпті жақындаған қайықтарға да олар жебе мен найзамен шабуыл жасайды. Бұл адамзат өркениеті әлі жете алмаған санаулы жерлердің бірі. Келесі бөлімде біз дәл сол арал туралы сөйлесеміз. Жер бетіндегі ең құпия және ең жабық аралдардың бірі. Солтүстік Сентинел аралы.